Сәлем достар, бүгін сіздерге сазан балығын духовкада өте дәмді және тез, пайдалы рецептімен бөлісемін. Видеоға лайк басуды, тіркелуді, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыз. Достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Балықтың чешуясын алып, балықты тазалап жуамыз. Видеодағыдай балықтың екі жағын осылай тілеміз. Қалауыңыз бойынша тұз бұрышын қосасыз, мен қосымша түмен қостым. Үстіне лимон соғын сығамыз. Кез келген гарнирді ішіне салсаңыз болады, немесе қасына жеке қойсаңыз да болады. Балықтың сырты күйіп кетпес үшін қаймақ жағамыз.